Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады. Неге араб түбегі таңдалған уахидың бесігі ретінде, уахи түсетін жер ретінде неге араб түбегі таңдалған? Қазіргі мұсылманша тіл айтқанда Хижаз дейді ояқты. Хижаз. Қазір біздің географиялық тілде Сауд Арабияда тұрған түбекті неге Алла Тағала таңдаған уахи түсетін жер ретінде деген бір әңгіме бар. Ойланып көрдіңіз бе? Неге? Мысалы, мынандай нәрсе, мынандай сұрақ келген жоқ. Неғып қазаққа пайғамбар келмейді деген нәрсе болса. Бізде сондайлар жүр ғой. Не қыламыз айдаладағы арабты? Бізге өзіміздің қазақ тілінде пайғамбар неге түспейді? Құранды неге арабша оқимыз, қазақша неге оқымаймыз бұны? Өзіміз түсінетін тілде, өзіміз ұғатын жөнмен неге бұны үйренбейміз деген әңгімелер әлі күнге дейін айналып жүр. Түріктер неге түрік болмайды дейді. Басқалар неге бәленше болмайды дейді. Әркімнің өзінің несі бар? Сөйлейтін тілі бар, ұлты бар. Неге ол олай болмайды деп айтады. Ұмытпаңыздар, ислам ешқандай ұлтқа сыймайды. Ислам ұлттан биік нәрсе. Ислам, мұсылманшылық, шариғат тілден жоғары нәрсе. Қазақ, түрік деп соғатын жер емес, араб, анау мынау деп айтатын жер емес. Бұны біліп алуымыз керек. Енді қараңыз, араб түбегі деп айтады. Араб түбегінің бір жағында кімдер бар? Сол кезеңде парсылар бар. Екінші бір жағында кімдер бар? Римдіктер бар. Мысыр кейін, ол кезде Мысырдың дауысы жоқ. Мысыр перғауындар құлап қойған ғой. Ол кезде ең үлкен, ең күшті, ең қуатты мемлекет ретінде екеуі тұрған. Біреуі римдіктер, екіншісі парсылар. Содан кейін барып кімдер? Гректер. Содан кейін барып үндістер, кейін барып Қытай, кейін барып сен айтқан Мысыр. Ол Мысырда римдіктердің несі болған? Колониясы болған. Ол кезеңде. Осылай жан-жақта шашылып атқан жерден Алла араб түбегін таңдаған. Алланың хикметі солай. Мынандай сұрақ келуі мүмкін. Неге римдіктерге жібермейді? Неге парсылардан болмайды? Неге грек, неге басқа деген секілді? Парсыларға қарайтын болсаңыз, парсылар тарихта дәл сол кезеңде парсылар өте қуатты мемлекет болғанымен адасқан пікірлер, теріс ұғымдар, мүлдем адамның жаратылысына сай келмейтін, жағымсыз қылық етек алған мемлекеттің күйін кешкен. Мәселен, мынандай бір қисық түсініктер болған. Әке өзінің қызына үйлене алады. Немесе баласы өзінің шешесіне үйлене алады. Бұлай кәдімгі бір діни түсінік ретінде бұған қарағандар. Бұлай шен жай несі ғана? Шеті ғана. Білесің, нелер бар? Зарадушта деген нелер бар? Діндері болған. Ақ түсінік, қара түсінік, ол ақ құдай, қара құдай деген сияқты. Ол екеуі өмір бақи қараңғылық, нұр, екеуі бір-бірімен өмір бақи неғып жатады? Алысып жатады, анау мынау деген сияқты әңгімелер дамып жатқан. Римдіктер бүкіл система неге отырғызған? Колония системаны отырғызған. Барып бір жерде жаулаймыз, билейміз, құл қыламыз, дүние мүлкін бәрін түгел Римге тасимыз. Таза неге отырған нәрсе? Таза колония жүйесіне отырған нәрсе. Бұлар бүкіл жүйе соған отырған. Ең негізгі күш, әскери күш, қолбасшылар мықты. Сол қолбасшылар бүкіл өкіметтің жүйесін, халықтың билігін, саясатты түгел солар жүргізіп отырады. Тіпті атақты Мысырда сол кезде олардың несінде болған? Солардың иелігінде болған. Гректер өздері білесіздер, көп не шыққан? Философтар шыққан. Белгілі бір деңгейде әлемге әйгілі, оларда өзінше, олардың өздерінде қосқан үлестері бар. Бұлардың өзінің арасында пікірталас өте жоғары болған. Үндістер де дәл солай, Қытайың да солай сол деңгейде. Арабтарға келетін болсақ. Арабтар, бейшаралар, бұлардың ешқайсысына араласпаған. Не? Парсыларға, не римдіктерге. Бұлардың жеріне де ешкім қыздаға қоймаған. Шөл далада не бар? Құмда. Бұларды не қылады? Бұларды бәрі бедуин деп санаған. Бедуин. Яғни бір не жоқ?
отырықшы ері жоқ, отырықшы саудасы жоқ, белгілі бір қойған қалалары жоқ, белгілі бір жүргізіп жатқан өндіріс жоқ, ешқандай ешнәрсе жоқ. Бұларды ешкім анша көп елей қоймаған бұларды. Жалпы бұлар бір қауқары бар, бір былайша айтқанда даже соғысуға не стоит адамдар секілді көрген. Себеп не жоқ? Ешқандай пайда жоқ олармен соғысқаннан. Бірақ бұл арабтар да бір жақсы қасиеттер болған. Сол кездегі тарихшыларымыздың айтуы бойынша, бұлар қанша бедуин болса да, қанша хат танымаса да, қанша сауатсыз болса да, жомарттық деген бұларда болған. Жомарттық деген нәрсе бар. Қазақша айтқан кезде үйіне қонақ келсе, соңғы астына мініп жүрген жалғыз атын сойып беретіндей деңгейде болған. Себеп жомарттық бұларда кең етек алған. Себеп олар намыстанатын болған. Үйден біреу тамақ ішпей кетсе, оны тамағын бере алмай қалатын болса, сол намысты өліп кететіндер болған. Уәдеде тұру деген бұларда болған. Уәдеде тұру деген, сөзінде тұру, айтқанын орындау деген нәрселер бұларда болған. Келесі бір қасиеттерінің біреуі өздерінің туыстық қарым-қатынасына өте мықты болған. Сол үшін пайғамбарымыздың сирасын өтеміз. Олар мұсылман емес, мүшрик, туысқандар не деген? Пайғамбарымызды қорғаймыз деп уәде берген. Соңғы еркек қалғанша пайғамбарды қорғаймыз деген. Арада мұсылманшылық ешнәрсе жоқ. Бар болған не бар арада? Тек туыстық байланыс қана бар. Тек туыстық байланыс қана. Бұл бұларда ерекше дамыған. Өзінің ағайынның қорғау, ағайынына жәрдем беру, ағайынның кегін алу, ағайынға қарайласу, бұл өте мықты орын тепкен. Бұл араб қоғамында. Келесі бір Құранда баян етілетін бұларда не бір? Қыздарын тірідей не қылатын болған? Көметін болған. Не үшін көметін болған? Ертең оны бұлар не? Өздерінің әліне қарамай кішкентай ру-ру болып қырылатын болған. Өздерінің арасында ру-ру соғыстар. Сол кезде сол шайқаста біреудің қолына түссе, оны біреу зорлап, менің намысыма дақ түсіретін деп қорқатын болған. Қара, мүлдем байланыс жоқ. Несіне тағы да? Өзінің жалған намысын ойлайтын болған. Сол үшін бедуин арабтар қыз бала дүниеге келген кезде, оны сүйіншілеп келген кезде беті қарайып кететін болған. Алла Құран кәрімде айтады бұл жөнінде. Арабтар айтады, бәдәуи, сол кездегі қалған сөз бар, бәдәуи дейді. Насруха букауха. Қыздың жәрдем бергені жылағаны дейді. Берруха сариқатуха. Жасаған жақсылығы үйден жасаған ұрлығы. Түсіндіңіз ба түсінің сөзін? Яғни қыз дүниеге келсе не қылатын болған? Жақсы бала емес, жаман бала. Жасайтын көмегі не? Жылаған. Ертең мен басыма қиын іс түссе не істейді? Соңымнан жылап отырады, басқа бітіретін еш жоқ. Түгі жоқ. Тек жылайды, қолынан келген. Ерген жәрдемін түрі бар. Жасаған жақсылығының түрі үйдегі затты барып несіне тасиды? Өзінің күйеуінің үйіне тасиды. Деп айтқан. Бұлар сол кезде айтқан. Насруха букауха берруха сариқатуха. Көрсеткен жәрдемі жылағаны, жасаған жақсылығы үйден тасығаны. Бұлар кәдімгідей соны айтатын болған. Бұлар соны өзіне намыс көретін болған. Қыз бала дүниеге келгенде кейбір сахабалар өзінің мұсылман болмай тұрып, өзінің қызын тірідей көмгендігі риуаят етіледі. Бірақ бұлардың барлығы бұндай болмаған. Ішінде кейбіреулері. Барлығы түгел қыз көметін емес. Барлығы қыз көметін болса, бұлар қатын қайдан алып жүр? Әйелдер қайдан болған? Бұл іспен бәрі айналысатын болса. Бұлардың ішіне тектілер ерекше қадір қасиеті болатын. Мысалы, әулеттер болатын болған бір рудың ішінде. Бұлар өздерінің қызын ондай тірідей көметіндей деңгейге түспеген. Текті әулеттерінің әйеліне де не қылған? Белгілі бір деңгейде құрмет көрсетілген. Мәселен, Абу Суфиянның несі болған? Хинд деген әйел болған. Хинд Меккеде кәдімгі әжептәуір абыройы бар сөз өтімді әйелдердің біреуі болған. Барлығы бұндай емес. Демек, бұл бәдеви, бұл арабтардың белгілі бір деңгейде несі болған? Жақсы қасиеттері болған. Екінші бір тұсы, бұл араб түбегінің, араб жазирасының таңдалуының себебі, ғалымдарымыз андай бір
дәлелді айтады. Ол екінші бір себебі арабтардың келесі бір несіне, олар неге ұқсаған дейді? Әлі толық хам мадде дейді. Хам деген білесіз бе? Хам деген сөз арабшада не? Әлі өндірістен өтпеген металды айтады. Әлі шикі, әлі піспеген, әлі не? Әлі өндіріске түспеген. Дайын емес материал. Түсіндіңіз бе? Материал әлі не емес? Толық жасалмаған. Яғни, егер жаман бағытқа жүрсең, жаман бағытқа түсіп кетеді. Жақсы бағытқа бағыттай білсең, бұл не қылады? Дұрыс бағытқа түсе біледі. Былайша айтқанда, материал әлі не қылмаған? Орысша айтқанда недоработанный, необработанный. Әлі не қылмаған? Әлі қалыптаспаған, әлі піспеген бір материал ретінде болған. Сол үшін бұлардың бойындағы бар әлгі қасиеттер мұсылман болғаннан кейін тиге артып кеткен. Мәселен, Абу Бакр радиаллаху анху мұсылман болғанға дейін ешқашан өтірік айтпаған адам. Мұсылман болғаннан кейін бұл қасиет не қылған? Артып кеткен. Омар радиаллаху анху әділдікті сүйетін болған. Мұсылман болғаннан кейін бұл қасиет одан ары қарай артқан. Осман радиаллаху анху мұсылман болмай тұрып та өте ұялшақ кісі болған. Өте ұяң кісі болған. Мұсылман болғаннан кейін бұл одан ары қарай арта берген. Сахабалардың барлығының өмірінде солай. Кейбір сахабаларымыз бар. Бұзық болған, мұсылман болғанға дейін. Мәселен, Абу Зар радиаллаху анху не болған? Қарақшы болған, мұсылман болғанға дейін. Бұдан бұрын болғандар бар, бойындағы әлгі жақсы қасиеттер, әлгі біз не дедік? Необработанный материал дедік, әлі піспеген, жасалмаған. Бұл одан сайын мұсылман болған соң не қылған? Өте керемет қалыпқа түскен. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардың ішіндегі ең жақсысы жахилияда жақсы болып, исламды қабылдаған соң исламды терең түсінгеннен кейін жақсы болғандар. Қараңыз, ана да не болғандар? Өте жақсы болғандар. Мұсылманшылық қабылдағаннан кейін де бұл қасиет не қылған? Ары асып кеткен. Бұл біз күнделікті тіршілігімізде біз бұны көріп жүрміз. Мәселен, кейбір жігіттер бар, намаз оқымай тұрып, мінез құлқы жақсы еді. Намаз оқығаннан кейін мінез құлқы жақсы бола береді бұл. Себебі материал дұрыс. Түсіндіңіз бе? Материал дұрыс. Кейбіреулер бар, намаз оқымай тұрып, рекетир болған, адам тонап жүрген, әлі қалпына ауыспаған, тек намаз оқитын болды. Айырмашылық тек сол ғана. Ол не аты? Ол намаз оқиды деп қоясыз, болды. Бірақ әлі анау неден арылмаған. Себебі ол уже необработанный материал емес, обработанный материал. Оны қалыпқа келтіру өте қиын ананы. Себебі ол белгілі бір неге түсіп қойған? Белгілі бір қалыптасып қойған. Сол үшін ауыздан әлі боқтауды тастай алмайды. Сол үшін әлі төбелеске бір иығын беріп тұрады. Сол үшін әлгі баяғы әңгімелер мұнда не қылып тұрады? Дереу қозғалып кетіп тұрады. Бұл таңдалуының тағы бір себебі. Таңдалуының араб түбегінің келесі бір таңдалуының себебі ғалымдарымыз былай дейді, Алла олардың бәрін рахымына бөлесін. Мекке қазіргі тұрған араб түбегі әлгі жан-жағына орналасқан мемлекеттердің тура ортасында тұр. Бұл не қылған? Өз кезегінде мұсылманшылық дамыған кезде мұсылманшылық дағуаттың, исламның тез таралуына не қылған? Септігін тигізген. Яғни бір бұрышта қалып қойған нәрсе емес. Дәп ортада тұрғандықтан ислам жан-жаққа кеңінен тарауға мүмкіншілік болған. Сол үшін біз Омар радиаллаху анхудың кезінде Ирак, Иран не қылған? Азербайжан түгел барлығы мұсылман болған. Төменгі жақта Мысыр, мына жақ төменгі жағы Мысыр түгел мұсылман болған. Жан-жағы бәрі түгел мұсылманшылық тезірек тарауға орталық болған деп айтады. Бірақ мынаны ескере кетейік. Бұның барлығы біз айтып жатқан нәрселердің барлығы не? Тек бар болғаны солай болу мүмкін деген болжам ғана. Алланың таңдау хикметі солай бұйырғанша деп. Алла қаласа гректерді мұсылман қыла алады. Алла қаласа римдіктерге пайғамбар жіберіп, олардың қалыпқа түсіре алады. Алла қаласа олардың барлығына бір күнде хидаят беріп, барлығын мұсылман қыла алады. Біздің айтып отқанымыз бар болғаны, айтылып жатқандарымыз тек қана бар болғаны болжамдар ғана ғалымдарымыз айтқан. Ең дұрысын әрине Аллаға мәлім дүние.